Құрметті қазақ елі, ассалаумағалейкум, ағайын, амансыздар ма? Достар, мен әрдайым айтам ғой, қазақтың қыздары орамалын тастамаған, сәукелесін киген, әжелеріміз кимешекпен жүрген деп. Бірақ олардың ешқайсысы ешқашан бет ауыздарын тұмшаламаған. Қазақ айтады, әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа дейді. Иә, Аллаға шүкір, біз мұсылман халықпыз. Бірақ өзіміз қазақтықтан ешқашан бас тартқан халық емеспіз. Біздің өзіміздің мәдениетіміз бар, әдет ғұрпымыз бен салт дәстүріміз бар, ағайын. Осыларға берік болуымыз керек та. Мысалға алатын болсақ, қазақтың қай суретін алып қарасаң да, о замандағы қызы болсын, келіні болсын, әжесі болсын, оранып отыр, бірақ беттері ашық. Иә, қазіргі таңда енді түсінем, иә, біз қазақ халқы еліктеуіш халықпыз дейміз. Но қазіргі таңда кейбір қыздарымыз бет ауыздарын тұмшалап алғанда кәдімгідей. Бұл қазаққа жат дүние. Иә, араб болайын десек, түрімізде, тілімізде келмейді, мысалға алатын болсақ ше. Бірақ арабқа еліктейміз да, ал арабтардың тұратын жері шөл, дала. Сөздің ашық айтқанда шөл. Үнемі жел, шаң ұшады, анау болады, мынау болады. Содан кейін олар беттерін жабады да, ал біздікілер соған еліктеп жүр. Ағайын, күлкілі жағдай, бұл ақиқат. Бірақ енді білмеймін, бір кісілер менің айтқанымды естіді ма деп қоям, себебі міне біздің өкіметте қарастырылып жатыр екен, осы бет ауыз тұмшалауға байланысты заңды қайта қарау басталыпты, ағайын. Егер де ол заң енетін болса, демек қазақ өзінің бұрынғы мәдениетіне қайта келе жатыр деген сөз. Аман болайық, құрметті қазақ елі, қазақ болайық.